Қалайсыздар кереметтер, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге 2023 жылы арзан өз бағасына тұрарлық смартфонды сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Көп іздендім және де өз бағасына тұрарлық, сонымен қоса өз сапасына сол бағаны ақтап шығатындай смартфонды өте көп іздедім. Бірақ таптым деген ойдамын. Және де видеоны аяғына шейін көрсеңіздер, сіздер міндетті түрде қандай да бір жерге бармастан бұрын смартфон сататын жерлерде, өйткені қазір таңдау өте көп қой. Миларыңыз ағып, бастарыңыз ауырып, не таңдарларыңызды білмейтін болсаңыздар, видеоның аяғында лайфхак айтатын боламын сіздерге. Ол жерге барған кезде өзіңізге керек смартфонды қалай таңдау керектігін. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырсаң, тезірек бастайық. Мысалы, енді біз ойлаңыз, дүкенге кірдік. Ол жерде таңдау өте көп. Маған таңдау керек ең арзан смартфон өзінің бағасына тұрарлық. Кірген бетте мен 3 вариантты таңдап алдым. Қандай десеңіздер, біріншісі Oppo фирмасынікі A16, Oppo A17, сонымен қоса Vivo компаниясының Y16 смартфондары. Y16 мен A17 Oppo екеуі бір-бірінен аумайды. Ұқсастығы да, барлығы да характеристика кішкене өзгешеліктер бар, ал сырт жағы, сырт келбеті бір-бірінен аумайды. Бірдей смартфон сияқты, бар болғаны бір түстерін өзгерте салған сияқты. Енді ұқсастығы өте көп. Осы 3 смартфонды таңдау барысында мен бірінші ойландым, маған не керек? Сосын сол 3 смартфонның үшеуінен мен Vivo, мына қараңыздар, Vivo Y16 смартфонын таңдап өзіме сатып алдым. Неге мен бұл смартфонды таңдадым? Неге бұл смартфон өзінің бағасына тұрарлық екенін қазір сіздерге түсіндіреміз. Біріншіден распаковка жасайық, ішінде не бар екен, дизайнын сіздерге көрсетейін. Міне қараңыздар, Vivo Y16. Сразу комплектациясын қалайық. Бізде қараңыздар, инструкциясы керек емес, USB на Type-C зарядчигі, сонымен қоса бізде мынандай блок адаптері, блок питаниясы, сонымен қоса мынандай сим-картаны ашатын, слотты ашатын смартфонның өзі. Түсін қараңыздар, қалай? Түсін көріп тұрсыздар ма? Камерасы өте үлкен. Сразу айтайын, бірақ ішіндегі модулі кішкентай. Камерасы дәу болғандықтан ойлап қалмаңыздар, бір керемет смартфон, керемет видеоға, фотоға түсіреді деп. Жоқ, орташа. Шет жағалары кішкене болсын, бір айфонның бір каплясы бар. Тезірек қосайық смартфонымызды. Дизайнын сіздерге жақыннан көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай қараңыздар. Дизайны керемет пе? Камерасын көрдіңіздер ме? Қаншалықты дәу қылып жасаған. Бұлар ішкі модулін кішірейтіп қойғанда, ал сыртқы модулін дәу қылып қойған, бірақ сапасы енді керемет деп айтпаймын. Және де комплектісінде өзінің защитный пленкасы бар, мына жерде өте жұқа защитный пленкасы. Бұны алып тастап жаңа защитный чехол салған дұрыс. Oppo A16 мен Oppo A17-ні таңдама десеңіздер, бірінші екеуінің айырмашылығын айта кетейін. Екеуінің айырмашылығы біріншіде аттарында, A17 мен A16. Екінші айырмашылығы бұл жерде камераларында. Маған камера өте қатты маңызды емес бұл ситуацияда. Маған бұл жерде A16 бізде фронтальный камерасы 13, фронтальный камерасы 2 мегапиксель, артқы камерасы 13 мегапиксельді берсе, ал A17 бұл жерде бізде 50 мегапиксельді беріп, алдыңғы камерасы, фронтальный камерасы 2 мегапиксельді беріп тұр. Айырмашылығы осыда. Екінші айырмашылығы бұл жерде оперативный память. A16-да бізде 3 гигабайт, сонымен қоса A17-де бізде 4 гигабайтты құрайды. Айырмашылығы осыда, бағасының да айырмашылығы бар, 5-10 мың теңге. Ал неге мен үшеуінің арасында неге мұнан осы телефон таңдады десеңіздер, өйткені бұл жерде характеристикалы үшеуінің былай бірге қоятын болсақ, бірдейде басты айырмашылық ол бізде мынада Type-C. Қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Мынада Type-C. Мен осы үшін ғана таңдадым, Type-C болғандықтан. Неге десеңіздер, өйткені микро деген мынандай. Микроның ең бір жаманы оларды қолдану барысында, ол 3-4 айдан кейін сізде мынаны қозғай бергендіктен бүйтіп қозғай бергендіктен сынып кету, әлде қайда жоғары мынаған қарағанда. Type-C ол ойлап тапқан производителер бұған назар аударып, бұл көпке шейін Type-C-дің шыдауына назар аударған.
Сондықтан да скоро алла қаласа Apple компаниясы да осындай Type-C-ге көшетін болады. Бұл әлем бойынша телефонның стандарты болатыны кәміл. Ал бұның характеристикасын айтатын болсақ, қазір сіздерге осының характеристикасына үңілетін боламыз. Ең бірінші бізден сұрайтын адамдардың біріншісі сыртына қарайды, корпусына, вау, камерасы дерзкий, сырты әдемі, болды алам деген сияқты. Екіншісі, бұл жерде бізде сырты әрине әдемі, мен не спорю, қараңыздар, қалай әпті әдемі, қалай жасалынған дизайнның бәрі. Салмағы да жеңіл, өте жақсы. Енді бізден сұрайтыны бағасы. Бағасы қанша десеңіздер, бұның бағасы 65.000 теңгені құрайды. Яғни сіздер 65.000-ға сіздер осы видеоны көріп жатқан болсаңыздар, сіздер қазір ашып бағасын қарасаңыздар болады. Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, қай уақытта, қай күні қарадыңыздар, және де бағасы қанша теңге екенін. Қазір сіздер көріп тұрсаңыздар, бұдан да аз болуы мүмкін. 50.000, 55.000, 60.000 болуы мүмкін. Бірақ мен алған баға 65.000 теңгені құрады. Бағасын шешкеннен кейін габариттері. Бұның габариттерінің салмағы 183 граммды құрайды. Көріпсіздер ма? Және де бұның зарядка беру қуаттылығы 10 ваттқа шейін қуат береді. Face ID бар, яғни түр арқылы блокировканы аша алады. Сонымен қоса жанында көріп тұрғандарыңыздай отпечаток пальцаның болуы. Бәрін пропускать етеміз. Оның бәрін потом орнатамыз. Сіздерге тезірек көрсетейін қазір. Сосын енді қызық нәрсе бұл жерде процессор. Жаңағы 3 телефон таңдау барысында мен процессорына әрине назар аудардым. Негізі өзі 3 процессор бар. Ол бізде A-Bionic Apple компаниясынікі, Mediatek ол бізде Samsung-тікі, сонымен қоса Qualcomm Snapdragon ол бізде көбінесе Xiaomi компаниясы қолданады. Негізі ол Американың өндірушілері, Американың процессоры. Бұл жерде бізде Samsung компаниясының Mediatek Helio P35 4 ядролық процессор менің ойымша бізге жұмыс жасауға вполне достаточно. Оперативный памяти 3 гигабайт, өйткені бұл жерде өзінің жадысы 32. Маған бұл қатты маңызды болмады. Неге? Бұл бізде қосалқы телефон болғандықтан, бұл бізде маңызды телефон болмайды, бірақ бұл егер балаңызға, қарттарға, сонымен қоса телефонды көп қолданбайтын адамдарға жүріп тұруына өте керемет смартфондардың бірі. Сонда да қолдану барысында, ойынды ойнауға қолдану барысында бұны смартфон өзінің деген жұмысты атқаруына ықпал тигізе алады, өзіңізге керек задачаларды орындап бере алады. Еще және де өзінің жадысы бұл жерде 32 гигабайтты қалды. 64 бар, ол 4 оперативкасы. Бұл жерде 3 оперативка, сонымен қоса 3 гигабайттық оперативка мен 32 гигабайттық өзінің жадысы. Көріп тұрсыздар ма? Яркостін көбейтейін. Сіздерге түсінікті болу үшін. Көріп тұрсыздар ғой сіздер. Қалай қозғалып жатқан көріп тұрсыздар ма? Оперативный памяти. Егер сіздер оперативный память тексеріңіз келсеңіздер, тезірек қозғалтсаңыздар болады. Көрдіңіздер ма? Осылай арқылы сіздер оперативный памяттің қаншалықты жұмыс жасайтынын тексере аласыздар. Бұл бізде задача, бұл бізде как терминал ретінде қолданатын болуымыз, бұл смартфонға бізге сканер үшін ғана керек болады. Біздің басқа жұмыстарды қолдануымызға. Ал егер де сіздерге ойнау немесе сіз мұғалім ретінде алатын болсаңыз, немесе басқа да задачаларға, немесе басқа да бір программалармен жұмыс жасауға алсаңыздар, сіздер оперативка памяти 4 және де 64 гигабайттық версиясын алсаңыздар болады. Сонымен қоса тағы бір отличиясы, бұның 55.000 миллиамперлік батарейкасының болуы. Бұл маған өте маңызды. Смартфон қаншалықты өзіндегі батарейканы көпке шейін сақтай алады, бұл мен үшін өте маңызды. Батарейкасы 5000 миллиампер мен үшін әлде қайда жеткілікті достар. Өйткені 5000 миллиампер деген сіз бір рет таңертең зарядтайсыз, күні бойына сізге жетеді. Егер сіз функцияны одан да аз орындайтын болсаңыз, сізге 1,5-2 күнге шейін жетіп береді. Егер сіз аккумуляторлық көп жұмыс істеген қаласаңыз, миллиамперге міндетті түрде назар аударыңыз. Бұл жерде сенсоры, экранның сенсоры, бұл жерде мультисенсорный экран болып келеді. Бұл не үшін десеңіздер, көз жанарын адамдарды сақтау үшін сіздің көзіңіздің қаншалықты ауыратын болса, осындай жарық сәулелерден сіздің ауыратын көзіңіздің біршама ауруын азайту үшін ойлап табылған зат. Фронтальный камерасы
мынау камерасы 5 мегапиксель, мына камерасы бізде 13 мегапиксель, мына камерасы бізде 13, мына камерасы бізде 2 мегапиксельді құрайды. Бұл жерде Bluetooth 5-ші версия, Type-C'ді айттым. Сонымен қоса наушник салатын слот бар, жоғарыда сим-карта салатын слот бар. Ең бір қызығы достар, сим-карта салатын жерге бұл жерде еще қосымша тағы да гигабайттар қосуға болады. Яғни микрофлешка салып, гигабайтын 32-ден 128-ге шейін, 256-ға шейін көбейтуге болады. Яғни өзінің жадысын әрі қарай да өсіре аламыз. Қысқаша түрде сіздерге осы Vivo компаниясының Y16 смартфонын сіздерге түсіндіре кеттім. Түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтар болса, осы смартфон жайлы міндетті түрде бізге қойып кете аласыздар. Камерасын сіздерге қазір міндетті түрде көрсетемін. Сонымен қоса бізде қараңыздар, дыбысын да тексеруге болады. Дыбысы енді біздің ойымызша маңызды деген. Бұл жерде осындай телефон сатып тұрған кезде дыбысы стерео болып. Қалайсыздар? Біз бәріміз үнемі бір затты зарядкаға қойып жүреміз. Ноутбук, телефон, батареялар, қалта зарядчигі, планшет. Көріп тұрғандарыңыздай, дыбысын өздеріңіз бағаладыңыздар. Дыбысы енді керемет деп айта алмаймын, бірақ тыңдауға, құлаққа жағымды естіледі. Камерасын тексерткіземін қазір. Камерасын тексерейік. Міне, камерасы бізде қазір мынау бізде кішкене экспозицияны түсіріп көрейік. Қараңыздар, жақсы оқылады, жақындатқан сайын пикселін жоғалтпайды. Көріп тұрсыздар ма? Пикселін жоғалтпайды. Бұл өте маңызды. Яғни қандай да бір документтермен жұмыс жасау барысында сізге оп-оңай шыдап береді. Неге Vivo Y6-ны таңдағаным осылай? Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Жаңағы лайфхакты айта кетейін. Егер де сіздерге смартфон таңдауда қиындық тудыртса, не таңдарыңды білмей, бірақ сізде қандай да бір задача бар, соны орындау керек болса, міндетті түрде сразу барып ала салмаңыз. Оған дайындалыңыз. 5-4 YouTube-тан видео обзорлар қараңыз, қандай смартфон сізге келеді, ол туралы видеолар, басқа біреулердің ойларын міндетті түрде қараңыз. Бұл сізге уақытыңызды ғана емес, сонымен қоса сіздің ақшаңызды да үнемдеуге көмегін тигізеді. Ал енді характеристикаларына қарайтын болсақ, егер де сізге фото мен видео маңызды болса, мегапикселіне қарамаймыз. Бар болғаны оның ішіндегі модулі қаншалықты дәу болса, ол сапасы да керемет болады. Бұл фото түсірулерге. Ал егер де біреу ойын ойнағысы келетін болса, ойын ойнауға оперативный память 8-ден жоғары болса, және де процессоры Qualcomm Snapdragonның процессорлары болатын болса, ол телефонды ойланбай ала беріңіздер. Өйткені сіздер ойын ойнауға ол телефонды ойын ойнауға емес, бір 5 ойынды қатарынан жазып ойнасаңыз да, ол сізге қиындық тудыртпайды, және де қызып кетпейтін болады. Өйткені бұл процессор мен оперативный памяттің жоғары болуы, ол ойынды тезірек обрабатывать етуіне көмегін тигізеді. Түсіндіңіздер ғой? Ал егер де сіз мұғалім болсаңыз, немесе сізге бір файлдармен жұмыс жасауға көп объем керек болса, ішкі жадысына мән бересіз. Яғни оның ішкі жадысы 256-тан жоғары, 512 немесе терабайт болған дұрыс. Немесе слотына тағда қосымша флешка салынатыны болса тіпті жақсы. Ал егер де сізге бір әп-әдемі күшті деген смартфондар ғана керек болса, онда қазірден бастап магазинге барып кез келген смартфон таңдасаңыз болады. Өйткені қазір кез келген смартфон өте әп-әдемі, бірақ ішіндегі заттар өзгеруі мүмкін. Достым, қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін біздің каналға жазылдың деген ойдамын. Осы видеоны керек достарыңа, қажет достарыңа жіберіп қой. Өйткені бұл смартфон арзан болғандықтан жай ғана смартфон емес, бұның да қауқары әртүрлі заттарға жетерлік. Келесі жүздескенше, дидарласқанша достым, сау бол.